Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 45-ші беттеріндегі тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise number 1. Complete the columns with examples 1 or 8 from the TV program on page 36. 36-ші беттегі теледидар бағдарламасындағы төменде көрсетілген 1-ден 8-ге дейінгі мысалдармен төменде көрсетілген 4 кестені толтырып шығуымыз қажет. Яғни 1-ден 8-ге дейін берілген мысалдарды 4 бағанға бөлеміз. Бұл жерде 4 кесте affirmative, negative, question, short answer. Affirmative яғни растау, яғни расталған мысалдар, negative қарама-қарсы мысалдар, question сұрақ қойылған мысалдар, short answer яғни қысқа түрде жауап берілген мысалдар. Енді 1-ден 8-ге дейін мысалдарды осы 4 кестеге бөліп шығамыз. Affirmative. Бірінші, they've got 13 children. Олардың 13 баласы бар. Жетінші, Charles has got his own room. Чарльздің өз бөлмесі бар. Negative. Төртінші сөйлем жатады, the boy hasn't got fair hair. Баланың шашы ақшыл емес. 8-ші мысал жатады, they haven't got different rooms. Олардың әртүрлі бөлмелері жоқ. Келесі кесте question. Бұған 2-ші мысал жатады, have they got any pets? 5-ші мысал, has Mr. Lewis got a job? Mr. Lewis'тің жұмысы бар ма? Келесі кесте short answer, қысқа жауаптар. 3-ші мысал жатады, yes, he has. Я бар. 6-ші мысал, no, they haven't. Жоқ, оларда жоқ. Exercise number 2. Make the sentences negative with the words in the box. Тапсырма бойынша қорапта берілген сөздер арқылы қарама-қарсы, яғни болымсыз сөздерге келтіруіміз қажет. Қорапта берілген сөздер haven't, hasn't. Сөйлемдерді оқимыз. Бірінші. Болымды сөйлем, my brother has got a car. Менің ағамның көлігі бар. Енді осы сөйлемді болымсыз сөзге қарама-қарсы сөйлемге келтіреміз. My brother hasn't got a car. Менің ағамның көлігі жоқ. Mrs. Hubbard has got a dog. Mrs. Hubbard hasn't got a dog. Болымды сөйлем, Mrs. Hubbard'тың иті бар. Болымсыз сөйлем, Mrs. Hubbard'тың иті жоқ. Үшінші сөйлем, I've got a big family. Менің үлкен отбасым бар. I haven't got a big family. Менің үлкен отбасым жоқ. Төртінші мысал, my parents have got a big house. Ата-анамның үлкен үйі бар. Болымсыз сөйлемге келтіреміз. My parents haven't got a big house. Менің ата-анамның үлкен үйі жоқ. Бесінші сөйлем, you have got a big bedroom. Сенің үлкен жатын бөлмен бар. Болымсыз сөйлемге келтіреміз. You haven't got a big bedroom. Сенің үлкен жатын бөлмен жоқ. Алтыншы сөйлем, my friends and I have got bicycle. Менің және менің достарымның велосипедтері бар. My friends and I haven't got bicycles. Менің және менің достарымның велосипедтері жоқ. Байқасаңыздар, бірінші, екінші сөйлемде has және hasn't қолданды. Ал үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы сөйлемдерде haven't қолданды. Have болымсыз түрі haven't. Exercise number 3. Choose the correct words. Дұрыс сөздерді табу қажет. Бірінші сөйлем, she haven't got a brother. Дұрыс сөйлем, she hasn't got a brother. Оның ағасы жоқ. She, he, it болған кезде has қолданамыз. Екінші сөйлем, have you got you have my computer. Дұрыс сөйлем, have you got my computer? Сізде менің компьютерім бар ма? Сұрақ қойылған кезде have алдына шығады. Үшінші сөйлем, my friends have got mobile phones. Дұрыс сөйлем, my friends have got mobile phones. My friends көпше түрде айтылған, бұл жерде have қолданылады. Менің достарымның ұялы телефондары бар. Төртінші сөйлем, have your dad got dark hair. Дұрыс сөйлем, has your dad got dark hair. Бұл жерде яғни сенің деп айтылған has қолданылады. Сенің әкеңнің шашы қарама. Бесінші сөйлем, we haven't got sport every day.
Дұрыс сөйлем. We haven't got sport every day. Біз күнде спортпен айналыспаймыз. Алтыншы сөйлем. How many cousins have she got? Has she got? Дұрыс сөйлем. How many cousins has she got? Оның қанша немере ағасы бар дейді. Exercise number 4. Look at the two pictures of a family and find 8 differences. Write the differences using affirmative and negative forms of have got. Бізде отбасының суреті берілген A және B. Бұл жерде бізде 8 айырмашылықты тауып, жазып шығуымыз қажет. Have got-тың болымды және болымсыз түрін пайдаланып, айырмашылықтарды жазып шығуымыз қажет. Яғни have, haven't got, has, hasn't got деп. Мысалға, in picture A, the man has got fair hair and glasses. А суретіндегі ер адамның шашы қара және очки бар. In picture B, he has got dark hair and he hasn't got glasses. B суретіндегі ер адамның шашы қара, бірақ очки жоқ. Дәл осылай басқа да 8 айырмашылықты жазып шығуымыз қажет. In picture A, the girl has got fair hair and she hasn't got a mobile phone. In picture B, she hasn't got fair hair and she's got a mobile phone. A суретінде көрсетілген қыздың шашы ақшыл және оның ұялы телефоны жоқ. B суретінде көрсетілген қыздың шашы ақшыл емес және оның ұялы телефоны бар. In picture A, the boy's got a friendly dog and a bag. In picture B, the boy's got an unfriendly dog and he hasn't got a bag. A суретінде көрсетілген баланың иті дружелюбный, яғни досшыл және сумкасы бар. B суретінде көрсетілген баланың иті досшыл емес және оның сумкасы жоқ. In picture A, the boy hasn't got a cap on his head. In picture B, the boy's got a cap on his head. A суретінде көрсетілген баланың басында қалпақ жоқ. B суретінде көрсетілген баланың басында қалпақ бар. In picture A, the baby's got a teddy bear. In picture B, the baby's got a bottle. A суретінде көрсетілген нәрестеде ойыншық мишка бар. B суретінде көрсетілген баланында бутылка бар. Exercise number 5. Make questions with have got, then ask and answer the question with a partner. Have got-ты пайдаланып, сұрақтар қойыңыз. Одан кейін досыңызға сұрақтар қойып, осы сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, your mom a Ferrari, яғни has got, have got-ты пайдалануымыз қажет. Бірінші сөйлем, has your mom got a Ferrari? Сенің мамаңның Ferrari бар ма? Екінші сұрақ, have we got English every day? Бізде күнде ағылшын тілі болады ма? Үшінші сұрақ, have you got a dog? Сенің итің бар ма? Төртінші сұрақ, have you got any brothers and sisters? Сенің аға әпкелерің бар ма? Алтыншы сұрақ, how many uncles and aunts have you got? Сенің неше нағашы апаң және ағаң бар дейді. Дядя и тетя. Алтыншы сұрақ, have your friends got computers? Сенің достарыңда компьютер бар ма? Осы сұрақтардың барлығын досыңа қой, және де досың осы сұрақтарға жауап берсін. Және досың саған қойып, осы сұрақтарға сен жауап бер. Exercise number 6. Change the words in blue in exercise 5, then ask and answer. Бесінші жаттығуда жазылған көк сөздерді басқа сөздермен ауыстырып, сұрақтар құрастыр дейді. Сұрақтарды оқимыз. Бірінші, has your mom got an iPhone 16? Сенің мамаңның iPhone 16-сы бар ма? Екінші сұрақ, have we got biology every day? Біз күніге биология сабағын өтеміз бе? Үшінші сұрақ, have you got a spider? Сенде паук бар ма? Төртінші сұрақ, have you got any grandparents? Сенің ата-апаң бар ма? How many friends have you got? Сенің қанша досың бар? Алтыншы сұрақ, have your friends got mobile phones? Сенің достарыңның ұялы телефондары бар ма? Дәл осылай көкпен жазылған сөздердің орнына өздеріңіздің мысалдарыңызды қойып, тапсырманы орындасаңыздар болады.